Ұлықпан хәкім хиссасы. Алла ұлықпанға, қаласаң пайғамбарлық берейін, болмаса ғылым берейін. Қайсысын таңдайсың деді. Сонда ұлықпан, маған ғылым бер, пайғамбарлық тым ұлық іс. Оны менен де ұлық адамдар көтеріп жүреді. Мен ғылымды қанағат етейін. Халықтың көзін ашып жақсылыққа үндейін деп ғылымды таңдапты. Ұлықпан хәкім қарыз сұраған кісінің бетін қайтармайды екен. Бір кісі одан 1000 теңге қарыз алып, онсыз да бай адам ғой, қарызын бермесем де болады, деп ойлады. Ол жолда бір жерге аялдады. Қарыз ақшасы салынған қалтаны бір құс тұмсығымен іліп алып ұша жөнелді. Құс ұлықпанның үйінің үстінен ұшып бара жатқанда түйіншек жерге түсіп кетті. Ұлықпан түйіншекті таныды. Борышкер ұлықпанға қайтып келді. Жайын айтып, тағы 1000 алтын сұрады. Бұл жолы егер қарыз берсе 1000 теңгесін 2 есе етіп қайтарамын деп ниеттенді. Ұлықпан қарыз берді. Борышкер ақшаны саудаға салып 10 есе пайда көрді. Тапқан пайдасынан 2000 алтын алып ұлықпанға келді. Ұлықпан оған: бірінші 1000 теңгені алғанда ниетің бұзық болды, сондықтан бұйырмады. Екінші ретте ниетің түзелді. Алла сәтін салды, береке дарып байыдың. Жақсылықта, жамандықта Алладан келеді. Шын пейіл мен таза ниетті сақтау пенденің парызы. Бағым таймасын десең, ниетіңе бекем бол деді. Осыдан бастап, Құдай малымды алса да пейілімді алмасын деген ғибратты сөз қалған екен. Бір күні біреу Ұлықпаннан: дүниеде ең ауыр нәрсе не деп сұрапты. Сонда хәкім: ауыр тасты да көтердім, темірді де, бірақ жаман көршіден ауыр нәрсе көрмедім десе керек. Бұл жайлы асыл дінімізде де көршіңмен тату бол, көрші қақсы деген бар. Бірақ егер тіпті болмай бара жатқанда жаман көршіден тек қана көшіп құтыласың дейді. Тағы бір күні Ұлықпаннан: осынша әдептілікті қайдан үйрендің дегенде, әдепсіздерден үйрендім. Олардың өзін өзі ұстауына қарап, қайсысы көңіліме жақпаса, сол әдеттен бездім деген екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналымыз ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.